Сәлем достар. Бүгінгі сабақта біз тағы да келесі есепті шығаратын боламыз. Өткен сабақта бейсер есебін шығардық. Оның қиындығы 2% болатын. Одан кейінгі есеп олимпиада, оның да қиындығы 2% екен. Сондықтан бұл есепті өз беттеріңізше шығарыңыздар. Одан кейінгі есепке көшейік. Ол больше, меньше деген есеп. Ол қиындығы 3% екен. Есепті ашайық берілген. Бір жерде тек салыстыру операторымен енгізілген сандардың үлкен немесе кітті екенін шығару керек. Кіріс файлында 2 сан беріледі, А және Б. Олар абсолюттік шамасы 2-нің көбейтілген 10-ның 9 дәрежесінен аспайды. Шығыс файлында бізге шығару керек А үлкен болса Б-дан үлкен деген знак шығару керек. Кіші деген знакта А кіші Б-дан кіші болса, және екеуі тең болса, тең деген белгіні шығару керек. Мысалдарға қарап көрейік. 5 пен 7 берілгенде үлкен деген знак шығып тұр. -7 мен -12 шыққанда 5 пен 7-те кіші деген знак шығып тұр. -7 мен -12-де үлкен деген знак шығып тұр. 13-те 13 берілгенде тең деген шығып тұр. Код жазуға кірісейік. Яғни бұл жерде бізде 2 айнымалы бар. Есептің берілуі бойынша А және Б біздерде өзгертпей қойық. Int, яғни бүтін сандар болғандықтан, абсолюттік шамасы 2-ні көбейтілген 19 дәрежесі ашпайтындықтан int алайық. Одан кейін енгізу операторы cin. Бірінші А енеді, одан кейін Б саны енеді. Екеуін осы стрелкамен бөліп, 2 айнымалыны бір cin-ға енгізіп жіберуге болады. Одан кейін алдында естеріңізде болса өткен шарт операторын қолдану қажет, яғни if А үлкен болса Б-дан бізге шығару керек cout. Үлкен деген знак шығару керек. Немесе егер А кіші болса Б-дан бізге шығару керек кіші деген знакты. Немесе үшінші жағдайда, яғни екеуі тең деген сөз. Бұл жерде біз тек тең деген белгіні шығарсақ болды. Қалған код қажет емес. Яғни кодымыздың түрі осындай болды. Қазір мына жерде орындап көрейік. Мен мына жерде керісінше шығарып қойыппын. Шығару операторында стрелка cout-қа қарап тұрады. Енгізу операторында айнымалыға қарап тұрады. Бізде мысалда берілген 5, 7 яғни мен мына жерде өтір нүктені ұмытып кеткен екем. Паскаль тілінде өтір нүкте қойылмайды, содан қалып қойған әдетменде. C++ тілінде if пен else-тің арасында өтір нүкте қойыла береді екен. Бірінші мысалда 5 пен 7-ні бергенде кіші деген сан шығып тұр. Беріп көрейік, 5-ті берейік, сосын екінші сан 7-ні берейік. Бізде де кіші деген сан шықты. Екіншіде -7 мен -12-ні бергенде үлкен деген сан шығу керек. -7, -7, -12, үлкен деген сан шықты. Үшінші мысалда 13-те 13 берді. 13, яғни тең деген сан шықты. Кодымызды көшіріп алайық, мұнда келіп қойып көрейік. Программалау тілін таңдауымыз қажет, C++ деп жіберу, отправить. Орындалды, есеп қабылданды, accepted болды, яғни дұрыс деген сөз. Мына жерде 0,03 секунд алды, дұрыс килобайт. Мен алдындағы жіберген адамның есебіне қарасақ, Рон Консор деп тұр, қате жауап шығарған екінші тестті. То есть бұл жерде бірнеше тесттен өтеді. Бір адамды тайм лимит болған 7-ші тестті. Яғни берілген уақыттың ішінде жауап қайтармаған. Жалпы осы. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазыңыздар.